кезде ойлаймын, вот еркектер ашуланып жатқан кезде подарок беріп көрдіңіздер ма? Вот еркек ашуланып жатқан кезде ешкім подарок бермейді ғой. Еркектер ашуланып жатқан кезде, мынау саған деш, кетсе адам жылады демейді. Подарок береді, уақыт тапқан екен, адам жылады деп, одан сайын жындап кетеді ғой. Ана подарок өзі жын болып көрініп тұрады сразу. Сосын біз еркектер 1-2 сағат өткеннен кейін өкінеді екенбіз ғой. Кәдімгідей өкінесің. Бекер алмадым бар ғой. Мен үшін сатып алды ғой, барып бар ғой. Той, бір сондай бір мінезім бар менің бар. Не болды екен, не алды екен деп ішімнен. Сөйтсем әйелдер де өкінеді екен, бекер алдым дейді екен бар ғой. Енді вечно сөйтеді, мен ашулансам болды, өтірік подарок әкеле салады деп. Мен мына залда үлкен апаларымды көріп отырмын, жеңгелерімізді көріп отырмын. Бұрын ұрысып қалсын әкелерімізбен, туған күні болсын, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болсын, ешқандай подарок күтпейтін еді. Мен өз басым өмір көрген емеспін. Әкемнің кәдімгі анама келіп бір сыйлық беріп отырған. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын саған деп, мамам, ой, рахмет, дастархан жайылып. Ішпей келсе сол подарка болатын бұрын. Бұрын сондай заман болатын, иә. Ішпей келсе подарка ғой. Папаңның кәдімгі түрін біліп алғансың ғой уже. Екі түрі бар, біреу мас түрі, біреу сау түрі. Папаң үйге кіріп қалғанда 3 секунд ішінде пауза чуть-чуть. Бетіне қарап қаласың. Сау түрін көріп қалсаң, ойнап кетесің. Что-то подозрительно осы аяқтың ұшымен қораның артымен фу кетесің кетесің. Сондай замандар өтті енді, Аллаға шүкір, қазір ондай емес қой. Сонда аналарымыз бүгін менің туған күнім, бүгін менің мерекем деп түске дейін жатқан аналарды көрген емес. Таңғы сағат 5-тен тұрып алады, есік алдын сыпырып жүреді ғой. Брусчатка, асфальт жоқ, қара жерді сыпырып жүреді. Шамның ортасында өзі көрінбейді. Күйеуін шығарып салып жұмысқа, қазанын қайнатып, кірін жуып, ол кездің кірлері қандай деймін. Киімдердің материалдары күшті болмайды, тау болып үйіліп жататын. Сонда қарайсың да, ана әкелеріміздің пупайк шалбарлары болатын. Соны анамыз ана суға салады тазикке. Қайтадан шалбарды алғанда тазикте су жоқ уже бар ғой. Біз шақырып мында кел, сығамыз дейді. Сен ана жағында тұрасың, мамаң мына жағында тұрады. Мамаң кішкентай болса да күші көп болады. Іштің жұмысы, сырттың жұмысы өзі жүретін ғой енді. Ана жағында сен тұрасың, мына жағынан сығып жатырған кезде сен ана жағында кірмен бірге айналып жатасың. Ұстасайшы деп айқайды салатын деп. Аналарымыз қандай күшті болатын. Міне аналарымыз отырған аман болыңыздар апалар.